Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге Бибарна және Адина. Бүгін біз бірге қонаққа барамыз, яғни да Алматы жаққа барамыз боламыз. Папаның достарының шақырған, мен ернімен Раудияның помадасын жақтым. Мен помадасын көрші жақтым, осы жаққа қайттан салдым. И бұны бәше симайды ғой, и сосын сыдырдым, и шашымды басында жаям деп қойғам, и потом меня стрёмный город, буға салдым. И басымның гель жоқ, представляете, как с ними суға салам, пофиг у меня. И вот бүгінгі образым джинсы, ақ футболка мне бүйтіп салпыстан етсем бүкіл, айтпесем, бір түрлі көрінеді маған, сол үшін өйстіп шығарам, как всегда. И джинсы несі, ақ носки и ботинки. И тапочки. Вот. А қазір үйдегілердің образын көрсетемін. Кеттік. Свет өшкенде үйдегілер шығады. Бір, екі, үш. Мені біздің Мұхамеджан образын приветтен ба? Мен шашты көрінер ма өлтірген дейсің. Мына очки. Қатқама. Вот, ішіне осындай көрсет ішінде. Темелянка шешіп алсын, сосын көрсет. Бірақ теме ғой. Бірақ. Вот мынандай қолы бар нақтан көрсет, қолы бар екен. Мынандай ақтын, мына қолы тұр көрінер ма? Ақ тұр. И осындай, осындай сары, аюна екеуі бірде ғой. Андай астында шалбар бар ол. И осындай. Нет, сары, идет рубашка, и осындай мен сияқты джинсы. Аяғын көрсет. Біз ажокпен Нәскиін қара. киінбекшім болғанбыз, бірақ та сосын ақ носки киін десем, олайын бүкіл жетті. Қара носкиді киесің, үстінен джинсиді киін десем, ақ болып, ажоктың үстінде ақ бол, и мен сүтімен джинси десем, ыстықтайсың, одан да сыртын киеді жаңа. Бүкіл өмір баян айтып берді ғой. На груша. Үлкен. Прикинь, оказывается, нам бұрынғы ескі түрін көрсетші. Ескі көрсетші. Еще бұл жыртым кеткен жерін көрсетші. На жыртынан чаш. Мынау жиба. Қыз. Мұхан ударынан. И мынау мұханның қолы. Одан андай үлкен груша. Оказывается, груша да дәл представляете. Оказывается, грушада да липучка болады екен. Алма, жынды қотасын. Жынды ауа соған ес. Сен сабақ сол үшін сабаққа мен осындай Мұхамеджан ручка алдым мына. Я, үйге. Еще күтетір. Еще мынаны бөлдіріп сатқан қолын көрсет. Көрсетпе. Осы қолын сызам деп білдіріп сатқан. Мынандай неше түрлі. Қараңдар, бұда бір қызық мынандай. Қызыл да басын ба? Қызылда алдым ғой. Кейбір ручка бар да, басы мынау свет баши асты дүзіп болады неде, нүктеп жауыпты. А бірақ бұда қызылды басасың. Бір уақыда. Байқұстың қуағы үзілді. Түк алып беруге шыдамыз. Жүңде кет. Қара, бүйтіп істесен, бүйтіп істейсіздер ғой, например. Істейсіздер ғой, мынаны үстін десендер жоқ. Кеттік ручкамызға. Менде ручка дегенде, бағана Мұхамеджан сияқты ручка менде де. И және тағы да бір ручка бар, оны саққа қойын. И осындай сызғыш түрінде ручка, мынандай прикол. Менде сызғыш тұрыш. Сызғыш? Ма? Мен саған сызғыш бердім, ручка ғой. Өз прикол істейсіздер, сызғышның ручка, и осындай екі әдем жазады. Осындай ручкамдар әдем жазады. Кеттік менде. Вот осындай. Мұхамеджан бағана көргенде тоже ручкасы бар да. И вот менде айтпақшы осында ручкам бар, бұны мен сабаққа сап қойдым. Бірақ Мұхамеджан қайсын одан нақты осы екеуін бен олды, бірақ сызғыш больше құртайы. Мынау қолдансын ба? Осы Мұхамеджан сабаққа одан түрін жаттыңыздар, мынау да күш жазады. Может быть. Мынандай Капитан Америка. Вот мынандай Капитан Америка. Азап тұр, значит, Американың несі адам күте тұр. Еще апстап басқа ручка. Мынандай басқа ручканың басына күте тұршай, шыдамсыз. Мынандай негері тауға болады. Мен басын жоқ деп байқамызды, бұлайшын басында тұрған яқты қапақ. И, мынау мен сияқты жасыл түсті сызылыш ручка, я? Келесі, осындай мен сияқтының бұнғы серий. Бағана өзіңіз мен ручкама аударып көріп алсаңдар болады. Нақ серий вот. Осындай ручка. Бұл да әдем жазады. Біз негізі анау ручкамызды сабаққа қолдан бақсымыз, бірақ ол жазуды қортады. Және де Мұхамеджанда осындай. Нау Мұхамеджанның, бұрынғы ат альбомы.
Бұрынғы. Ой, бұрын альбомы, короче, бұл неше бет? 16 бет, мынау 24 бет. Мына екеуі де ат. Мынау мейірімді болып тұрды. Анау Шауып баратыр сепа. Мынау Мухан, оказывается, мына не алып, потому что мынау Мухан аты бар. Мынау сол аты, мынау оның немересі, короче, құлыны, атын құлыны. Вот осы ручка, осының суреттерін көрсетсек. Қандай сурет салды? Мына ручка алып қойды. Мынандай сурет салдым. Бағалап кетіңіздер. Мынандай саттың өзін самады, енді мама салды. Мынау вообще не бояқтамансың. Осындай не өз сапты, я? Молодец, атты қой салған. Күшті ма? Атын қараңыздар. Баға отырыңыздар, осыны бағаңыздар. Хотя, бұтта, аралы. Мынау партау деп ойлаққаныңыздар қазір. Мынау партау деп ойлаққаныңыздар. Бізде ашық жоқ болды, осының болды. Тура келді. Молодец. И мынандай, короче, альбом ат осы. Мынау вообще қалың беттер. Көп күшті. А мен мынандай алдым. Мына тағы да мен мынандай ташып жатыр бұяқ. Неге, короче, осындай Париж түрін алдым. Вот. И білесіңдер ма, сендер, что там Мұхамеджан мынандай бокстың басына кетінін алды, және де мынандай бейінт алдына қызыл. И бір ауызға сабатын қайда? Капа ма? Капан қайда? Капан где-то. Көрсет ішін ашып. Осындай бүйтіп боксер бар, короче, ауызға сабады ғой. Незе, үстіне сабат бұл. Біледі ғой, үстіне сабады. Дұрыс сабамыз ба, дұрыстық қараңдар шынау асты. Күте тұршай. Үстіне сабады ғой, не? Түсінде істеш, оны саба ене. Үстіне сабады ғой, бірақ оның үстіне үлкен. Қан үстіне сауш. Үстіне сауш. Қан көрсет. Қан үлкен түс кететін. Көрінер ма? Ал астына сауш. Асты веше түспейді көрінер ма? Так, и осылай. Шашты жіберттендер ағыз. Образын мұнап тұрса, комментария жазыңдар. Біз қонаққа келдік, енді осы жерден дәл влогымды аяқтайын деп жатырмын. Бәріне пока.